Петропавл қаласында ерлікпен қаза тапқан лейтенант Волошенко Роман Павловичке мемориалдық тақта ашылды. Ол 1912 жылы дүниеге келген. 1942 жылы әскерге шақыртылып, кейін майданға аттанады. Роман Волошенко Қызыл жұлдыз ордені және Японияны жеңгені үшін медалімен марапатталды. Салтанатты жиында қала әкімінің орынбасары Елена Балло ашты. Сегодня открытие мемориальной доски памяти замечательно. Ұлы Отан соғысы ардагері өзінің маманы Волошенко Романға арналған мемориалды тақта ашып жатырмыз. Ол барлық азаматтарға үлгі боларлықтай тұлға. Батырдың есімі мәңгіге тарихта сақталып қалу үшін облыстық ішкі істер басқармасында Роман Волошенконың өмірбаяны сақталған. Ал Солтүстік Қазақстан полиция мұражайының экспонаттарының бірінде оның ерлігі жайында айтылады. Роман Павлович соғысты бас аяғы көрген. Героический поступок. Роман Павлович үлгі боларлықтай жан. Осындай іс-шаралар арқасында біз жас буынның патриоттық сезімдерін оятамыз. Тәуелсіздік жылдары елімізде 900-ге жуық полиция қызметкерінің өмірі қиылды. Осыған орай ұрпақ қазақ мәдени ағарту орталығының бастамасымен жұмыс бабымен қаза тапқан және мүгедек болып қалған қызметкерлердің отбасыларына көмек көрсету қоры ашылды.